Ертегім менің ертегім, қысқасы еді келтенім, ерке дотай аршат пен тораңғыт деген тентегім. Жайында бұлар тыңдашы, ұнаса балам ертегім. Ертегілер елінде, аты жоқ бір жерінде, қалың орман төрінде, тораңғыт, аршат есімді балалар болыпты. Олар жай балалар емес, ағаштан жасалған балалар екен. Иә, дәл сол Папа Карлоның Пиноккиосы сияқты ағаштан жасалып, жан біткен балалар екен. Ертегі сол балалар туралы болмақ. Сол манағы ат жоқ ауылда атағы жер жарған шебер Ерден деген ата болыпты. Ол көптеген тапсырыстар алып, ағаштан түрлі бұйымдар жасайды екен. Бір күні Ерден атаға сол ауылда тұратын Айтөре деген апа келіпті. Есенсіз бе, Ерден шебер? Амансың ба, Айтөре жамандас? Қайдан келесің? Үйден келемін. Шаруам сізде? Менің анау үйдегі екі немеремді білесің ғой? Қу тентектер. Өйткенде екеуіне өз қолыммен қуыршақ тігіп беріп едім. Шұртып-жұртып өртеп жіберіпті отқа салып. Енді екеуі іштері пысып, үй шашып, мені шаршатты. Енді соған сіз бір ағаштан қуыршақ жасап беріңіз. Жарайды, ол сөз болып бар. Керек болса міне бір қуыршақ бар. Бұның аты тораңғыт. Тораңғы ағашынан жасадым. Әдемі екен, жақсы екен. Әй, сен маған тағы біреуін жаса. Әйтпесе екі жүгірме. Бір қуыршаққа таласып, бұны да өртеп жіберер. Жарайды, жасап берейін. 3 күннен кейін кел. Жарайды, 3 күннен кейін келсем, 3 күннен кейін келейін. Бірақ сен оны аршадан жасашы. Жарайды, аршадан болса аршадан. Мынау тораңғыдан жасалған қуыршақтың аты тораңғыт еді. Аршадан жасасам, оның атын аршат деп қоямын. Жарайды, аршат болса аршат болсын. Онда 3 күннен кейін тораңғыт пен аршатты алып кетуге келемін. Жарайды, сау болыңыз, жолыңыз болсын, 3 күннен кейін келіңіз. Аман отырыңыз, Ерден шебер. Мен кеттім. Сөйтіп, Ерден шебер тапсырыс алып, қуыршақты жасауға кірісіп кетеді. Әндетіп жүріп қуыршақты жасап, сырлап, кепсін деп қойып қояды. Шаршап ұйқысы келеді. Сосын шебер үйге демалуға кетіп қалады. Шебердің ұйықтағанын аңдып жатқан қуыршақ: Ой, қарап жатып тентектің тезіне тап болмайын. Ақылды, мейірімді бала болғанда қуанар барар едім-ау. Әттең, қашуым керек. Мен қашармын-ау. Мына бала қайшы? Бұны да алау кетуім керек. Жүр балақай. Жүгіре орманның шет жағына да келіп қалыпты. Кішкене көлшік бар екен. Шетіне отыра қалады. Дем алады. Аршат әлсіздеу еді. Құтылғандарына көздері жетіп, жүректері басылады. Сөйтіп, осы жерде мекен етіп, екі бала өздерімен өздері өмір сүріпті. Сөйтіп, ормандағы аңдар барлығы бірігіп, орман сыртынан алмаз тастарын тасып, тораңғыт пен аршатқа арнап, әдемі үй тұрғызып бермекші болады.
Аққоян, сен өзің алда жүріп еп, сенің бір күнде тасыған нәрсеңді мен бір уақытта тасимын ғой. Достарыңыздың үйі әдемі әрі жылы болу керек. Иә, достарыңызды далаға қалдырмассыз. Рахмет, достар. Рахмет, достар. Тұраңғыт. Ау, Аршат. Кел ойнайық, әткеншек тебейік. Ойнасақ ойнайық. Ша-ша, біздің орман тамаша. Ля-ля, біз ойнаймыз балаша. Ой, ха-ха, Аршат құлап қалды. Аршат оның күлгеніне ренжіп қалады. Құлаған жерінде аспанға қарап жата береді. Бірақ оған аспан емес, аспанмен астасқан үлкен теректердің төбесі ғана көрінеді. Тұраңғыт. Ау, досым. Осы көктемде Қаратау мен Қарағаштың туған күні болады екен. 7-ге толады екен. Тойлаймыз дейді. Қойшы, шын ба? Кім айтты оны саған? Өздері айтты. Керемет. Біздің де туған күніміз болса шүкір. Ол енді орындалмас арман ғой. Тұраңғыт, айтшы, біз осында қайдан келдік? Менің есімде түк жоқ. Иә, сен ол кезде жаңа жасалғансың. Сырың кетпеген. Сырдан басың айналып жатқан кезің еді ғой. Мен саған бұл жаққа қалай келгенімізді айтып берейін. Сол кезде ерден деген шебер болады. Ерден шеберге Айтөре деген әже келеді. Айтөре әжедің 2 тентек немересі бар екен. Ол кісі немерелеріне қуыршақ жасап берді. Бірақ ол қуыршақтарды отқа лақтырып жіберді. Содан мен олардан қатты қорыққаннан қашып кеттім. Және қасыма сені ала кеттім. Рахмет, Тұраңғыт, саған. Біз оқасы жоқ. Біз Тұраңғыт достыққа берікпіз. Тұраңғыт, айтшы, сол бір мені жасаған күні менің туған күнім деп белгілеуге болмай ма? Жоқ, Аршат. Бізді жасау үшін өсіп тұрған жерімізден бізді шауып алды. Біз тамырымыздан ажырадық. Енді ешқашан бір жарып өспейміз. Я, әлгі тентек балдарының қолына түспегенімізге шүкір етейік. Әйтпесе, отқа жанып кетуіміз мүмкін. Сол кезде Қаратау мен Қарағашқа тілді келді. Аршат, Тұраңғыт, мұңаймаңдар. Біз сендермен біргеміз. Сендер бір жарып өспесеңдер де, біз сендерді жақсы көреміз. Біздің аналарымыз құрбы болған деседі. Я, сүйкімді достарым, мен сендерді жақсы көрем. Көңілдерің түспесін. Келіңдер, одан да біз ән айтайық, ал сендер билеңдер. Біз бақытты теректер, көтереміз көңілді, қуанышқа толтырып, бұл тамаша өмірді. Бұл тамаша өмірді. Біз пайдалы ағашпыз, тазартамыз ауаны, шаң тозаңнан қорғаймыз, мына байтақ даланы. Еркелейік жарай ма, еркелейік мұңай ма, ағаш болып туылып, адам болып оңай ма. Ағаш болып туылып, адам болып оңай ма. Міне балалар, белгісіз бір орманда осындай мейірімді де ақылды, батыр да батыл, ақкөңіл балалар Тұраңғыт пен Аршат әлі де өмір сүреді екен. Олар орман сақшысы, аңдардың қорғаушысы дейді. Екеуі туралы әлі талай қызықты оқиғалар мен хикаялар айтып беретін боламын.